Сәлеметсіздер ме балалар, біз бүгін 4-ші сабақты өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы таза ауа. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас 4-й урок. Тема урока «Чистый двор». На этом уроке ты научишься составлять вопросы по картинке и продолжать рассказ. Жаңа сөздер, новые слова, ауланы тазалау, убирать двор, ағаш отырғызу, сажать дерево, қоқыс жәшігі, мусорный бак, лақтыру, бросать. Бірінші тапсырма, суретке қара, сұрақтар құрап айт. Первое задание – посмотреть на картинку и состав вопросы. Ребята, внимательно посмотрите на картинку. Суретке мұқият қараңыздар. Бірінші сұрақ, балалар не істеп жатыр? Что делают дети? Екінші сұрақ, бұл қандай іс-шара? Как называется это мероприятие? Сенбілікке кімдер қатысты? Кто участвует в субботнике? Балалар не жинады? Что собрали дети? Ребята, вот таким образом вы можете составить другой вариант ответа. Екінші тапсырма, іс-әрекет, қимылды білдіретін сөздерді тап, оқы. Второе задание, прочитай, найди слова, обозначающие действие. Балалар сенбілікке шықты. Дети вышли на субботник. Олар мектеп ауласын тазалады. Они убирали школьный двор. Айгүл қоқыс жинады. Айгүл собирала мусор. Жанәлі мен Өмір ағаш отырғызды. Жанәлі и Өмір сажали деревья. Алия гүлдерге су құйды. Алия поливала цветы. Теперь, ребята, давайте найдем слова, которые обозначают действие. Яғни қимылды білдіретін сөздер. Шықты, тазалады, жинады, отырғызды, құйды. Келесі, үшінші тапсырма, әңгімені жалғастырып айт, сұраққа жауап бер. Третье задание, прочитай, продолжи рассказ, ответь на вопрос. Ребята, внимательно слушайте. Жанат пен Мәди аулада кездесті. Жанат и Мәди встретились во дворе. Олар дүкеннен балмұздақ сатып алды. Они купили мороженое в магазине. Орындыққа отырды, сели на скамейку. Мәди балмұздақтың қағазын қоқыс жәшігіне лақтырды. Мәди бросил бумажку от мороженого в мусорный бак. Қағаз жәшікке түспеді, но бумажка не попала в бак. Жанат: Мәди, қағазды жерге тастама, қоқыс жәшігінің ішіне таста, деді. Жанат говорит: Мәди, не бросай бумагу на землю, бросай ее в мусорный бак, сказал он. Теперь, ребята, давайте продолжим рассказ. Я написала вот так, например. Мәди қағазды жерден алып, қоқыс жәшігіне салды. Мәди поднял бумагу с земли и бросил ее в мусорное ведро. Ребята, вы можете написать по-другому. Енді сұраққа жауап береміз. Теперь давайте ответим на вопрос. По тексту. Мәди не істеді? Что сделал Мәди? Мәди балмұздақтың қағазын қоқыс жәшігіне лақтырды, бірақ қағаз жәшікке түспеді. Мәди бросил бумажку от мороженого в мусорный бак, но она не попала внутрь. Келесі, 4-ші тапсырма, суретке ат қой, жоспар құр, сурет бойынша мәтін құрастырып жаз. 4-е задание, дай название картинки, составь план, напиши текст по картинке. Ребята, мы назвали текст, то есть название картинки, посадка дерева. Ағаш отырғызу. Енді жоспар құрайық. Теперь давайте составим план. Бірінші, балалар сенбілікке шықты. Дети вышли на субботник. Олар ағаш отырғызды.
Они посадили дерево. Гүлдерге су құйды, полили цветы. Аула таза болды. Двор стал чистым. Енді мәтінді оқимыз. Теперь давайте прочитаем текст. Балалар сенбілікке шықты. Дети вышли на субботник. Олар табиғатты қорғау үшін аулаға ағаш отырғызды. Чтобы защитить природу, они посадили деревья во дворе. Арнұр шұңқыр қазып, Мақсат көшет отырғызды. Арнұр копал яму, а Мақсат посадил саженец. Айжан су құйып көмектесті. Айжан помогала, поливая воду. Балалар еңбектің маңыздылығын түсінді. Дети поняли важность труда. Ребята, вы можете назвать картинку по-другому, составить другой план и написать другой текст. На этом наш урок закончен. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.